Стакандағы лайды суды араластыра берсеңіз, су тұнбайды. Су тыныштықта тұнады. Сабырға келгенде тұнады. Миыңның іші қайнап жатқанда өзіңе сұрақ қой. Бұл ашудан, уайымнан маған не пайда? Бұл ашудан, уайымнан ойлана берсем, мен байып кетемін ба? Жауап келуі мүмкін. Болашағымнан қорқып жатырмын. Қорқынышты қарастырамыз. Мойындаймыз, болашақтан қорқатынымызды. Тағы өзіңізге сұрақ қойыңыз. Қорыққаннан маған не пайда? Мен қорқып, уайымдай берсем, мен арманыма жетемін бе, мен байып кетемін бе, бақытты бола аламын ба, денсаулығым жақсарып кетемі? Біздің барлық эмоцияларымыз иллюзия. Ашкөздік эгода энергияның еркін ағуына тосқауыл болады. Қорқыныш денеде болып әрекетке кедергі жасайды. Адам иллюзиясынан қорқады. Ашуланған, кектенген адамның омыртқасы бүкірейіп қисаяды. Оның омыртқасы ашу мен кекті көтере алмайды. Оның шешімі: кімге ашуланып кектеніп жүрсің, миыңда қандай негатив ойлар бар? Тізімдерін жазып шығыңыз. Сол кезде омыртқаңызды бүкірейтіп тұрған салмақтың саны шығады. Жазған кезіңізде омыртқаңыздың қисайғанның себебін табасыз. Психикаңызды реттеу арқылы өміріңізді дұрыстайсыз. Денсаулығыңызды түзейсіз. Кешірімді болыңыз. Және сол ситуациялар, адамдар сізге не үйретіп жатыр? Сабағын алыңыз. Жіберіңіз. Өмірдегі маңызды 3 қадам. Бірінші, ойластыру, талдау, анализ. Екінші, көкіректегі күйіңізді, яғни ішкі халіңізді өзгерту. Үшінші, жоспар құру және әрекет ету.